Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сабақтың тақырыбы мұрын қуысының күтімі. Мақсатымыз науқас адамның жеке бас тазалығы, мұрынмен демалу бұзылыстарын алдын алу, ескерту, дәрілік ерітінділерді енгізу. Қолдану көрсетілімі: науқастың ауыр жағдайы, мұрын қуысындағы қатып қалған қабыршақтары мен шырышты бөліністердің болуы. Дайындаймыз: пинцетті, стерильденген мақта туындыларын, лотокты, вазелин немесе өсімдік майын, қолғапты, мензурканы, ішінде стерильденген ерітіндісі бар ыдысты, қауіпсіз жоюға арналған және кәдеге жаратуға арналған контейнерларды. Іс-әрекет алгоритмі: науқасқа ем-шара барысын түсіндіріп, келісімін аламыз. Саламатсыз ба? Аты-жөнім Асқар Самал. Сізді қалада Самынғайлы. Дәрігердің тағайындауы бойынша сізге мұрын қуысының күтімі тағайындалды. Сіз өз рұқсатыңызды бересіз бе? Қолымызды антисептиксіз, антисептиктік деңгейде өңдеп, қолғапты киеміз. Қолымызды маңдайға қойып, бас бармақты мұрын қуысындағы қатып қалған қабыршақтарымен және сілемейлі бөліністерінің барын қараймыз. Енді сілемейлі бөліністерді алып тастау үшін мақталы туынданы айналмалы қимылдар арқылы мұрын жолына енгіземіз. Осы реттілікпен айналмалы қимылдармен алып шығамыз. Сынып класына тастаймыз. Қатып қалған қабыршақтарды жұмсарту үшін мензуркаға вазелин майын құямыз. Пинцетпен стерильденген мақта туынданы вазелин майына ылғалдап аламыз. Мензурканың шетіне қысып сығамыз. Оң қолға мақталы туынданы алып, мұрын қуысына айналмалы қимылдармен енгіземіз. Және осы жерде 2-3 минутқа қойып қоямыз. Қатып қалған қабыршақтар болған кезде осы 2-3 минут өткеннен кейін осы қимылдар айналмалы қимылмен мақталы туынданы алып тастаймыз. Сыныбы класына тастаймыз. Осы реттелікпен екінші мұрын жолдарын тазалаймыз. Қолғапты шешеміз. Сыныбына тастаймыз. Зарастырған ерітіндісіне пинцет